Hi guys, барлығына сәлем, Қазгіліш арнасының көрермендері. Бүгінгі сіздерге ұсынатын кезекті сабағымыздың тақырыбы conditional sentence, яғни ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер. Олардың түрлерін айтып және де мысалдар келтіріп, сіздерге барынша түсінікті етуге тырысатын боламыз. Ендеше шартты сөйлемдерді қандай жағдайда қолданатындығымызды айтып түсіндіріп өтейік. Осы шақта, дәл қазіргі сәтіңізде қандай жағдай болып жатқанын айтатын кезде, сонымен қатар болашақта қандай жағдай болатыны жайлы айтатын болсаңыз, яғни бір істі істеріңізді айтатын кезде және қалаған нәрсеміздің орындалғанын немесе ол туралы басқа нәтиже күткен кезде де қолданамыз. Және де өткен шақта қандай жағдай болар еді, мен осылай жасағанымда осы жұмысым іске асар еді, әлде немесе деген сөздер арқылы шартты сөйлемдерді сөйлем барысында біз осылай қолданамыз. Келесі кезекте шартты сөйлемдердің түрлеріне назар аударыңыздар. Олар zero conditional, first conditional, second conditional және де third conditional. Қазақ тілімен салыстырғанда біз салалас құрмалас сөйлемдер деп атасақ та болады. Неге оған ұқсас деп айтып жатқанымыздың себебі бұл conditionalда бағыныңқы сөйлем және басыңқы сөйлем болады. Яғни біз бағыныңқы сөйлемде шарттың өзін қоямыз if clause арқылы, ал басыңқы сөйлемде біз result, яғни сол шартты сөйлемнің нәтижесін күтетін боламыз. Енді бағыныңқы басыңқы сөйлемдермен қалай жасалатындығын айтып өтетін болсақ, zero conditional бізде бағыныңқы сөйлемі present simple болса, басыңқы сөйлемі де present simpleға аяқталады екен. Ал first conditionalда present simpleға бағыныңқы сөйлеміміз present simpleмен басталып, басыңқы сөйлеміміз future simpleмен аяқталады. Second conditional бағыныңқы сөйлеміміз past simpleмен басталып, would, could, might арқылы аяқталады. Ал third conditionalда бағыныңқы сөйлеміміз past perfectке басталып, басыңқы сөйлеміміз, нәтиже сөйлеміміз would, could, might және де have-дің өзінің үшінші формасымен аяқталады екен. Жалпылама шартты сөйлемдеріміздің бағыныңқы басыңқы сөйлемдері қандай шақпен басталып, қандай шақпен аяқталатындығы түсінікті болса, әр қайсына жеке-жеке мысалдар келтіріп түсіндіруді бастаймыз. Соңына дейін қарап отырыңыздар. Сонымен zero conditional, яғни нөлдік біздің шартты сөйлеміміз өзіміз айтқандай present simpleмен басталып, present simpleға аяқталады. Қандай жағдайда қалай қолданылады бұл? Соны айтатын болсақ, нақты фактпен сөйлеген кезде сөйлемде, күнделікті іс-әрекетімізді айтар кезде, шындықпен, дәлелмен айтар кезде, яғни мен осы затты істегенде осындай жағдайға аяқталар еді деп нақты сеніммен айтатын кезде осы zero conditionalды қолданамыз. Астындағы мысалдарға назар аударыңыздар. If I get sick, I go to the doctor. Егер мен ауырсам, мен дәрігерге баратын едім. Нақты шындық қосылған сөйлем, яғни zero conditional арқылы жасалып тұрған сөйлем осылай болады. If you like our videos, we are happy. Егер біздің видеомыз сіздерге ұнаса, біз бақытты болатын едік. Нақты шындық айтылған сөйлем. If you want to be fit, you need to do exercise every day. Егер сіз шымыр болғыңыз келсе, сіз күнделікті жаттығу жасауыңыз керек. Сіз жаттығу жасағанда шымыр болатыныңыз анық. If I listen to loud music, I always have a headache. Егер мен музыканы барынша қатты қойып тыңдайтын болсам, менің әдетте басым ауырады. Бұл шындық, яғни әдетке айналған іс-әрекет музыканы қатты қойып тыңдаған кезде адамның басы ауыратындығы. He can't go to work if he doesn't wake up. Ол жұмысқа бара алмай қалады, егер ол оянбаса. Ұйықтап қалған жағдайда жұмысқа бара алмай қалатындығы, кешігетіндігі жайлыға айтылып тұрған шындық сөйлем. I do my homework if you help me. Мен үй жұмысын орындаймын, егер сен маған үй жұмысын орындауға көмектесетін болсаң. Яғни шартты сөйлеміміз нақты шындыққа негізделіп тұр. Zero conditional жалпы осындай сөйлемде қолданылады. Сіздерге барынша түсінікті болды деген ойдамын, өйткені осыншама мысалмен жақсы түсініп алуға болады. Ары қарай бізде first conditional, яғни бірінші типтегі шартты сөйлеміміз. Бұл сөйлемнің қолданылуы осы кезеңге немесе болашаққа қатысты орындаларлық мүмкін жағдайды көрсетеді. Яғни болашаққа қатысты орындалатын арман мақсатыңыз болса, оны сіз сеніммен жүзеге асыра аламын деп
айта алатын болсаңыз, осы first conditionalды қолданасыз. Жаңа айтып өткеніміздей, басыңқы сөйлемнің баяндаушы келер жақта, ал бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы осы жақта қолданылады. Осыған қатысты қазір көптеген мысалдар келтіретін боламыз. If I get sick, I will go to the doctor. Егер мен болашақта ауыратын болсам, мен міндетті түрде дәрігерге барып қараламын. Яғни болашаққа қойған нақты жоспарыңыз, нақты сеніммен істейтін жұмысыңызды айтқан кезде осы бірінші типтегі шартты сөйлемді қолданып айтатын боласыз. If I find her address, I will send her an invitation. Егер мен оның мекен-жайын білетін болсам, мен оған міндетті түрде болашақта шақырту қағазын жіберетін боламын. Нақты болашақта істелетін іс-әрекетке қойылатын мысал. If you have studied for his exam, you will pass it. Егер сен осы сабақтан емтиханға жақсы дайындалатын болсаң, сен оны міндетті түрде жақсы тапсырып шығасың. If you watch this video till the end, it will be easy to pass the test. Егер сен осы видеоны аяғына дейін көретін болсаң, сен тестті өте жақсы тапсырып шығара аласың. If I have money, I will buy a flat. Егер менде ақша болатын болса, мен болашақта міндетті түрде пәтер сатып аламын. Яғни, міндетті түрде жасалатын болашаққа деген сіздің жоспарыңыз. Егер сізде ақша болатын болса, сіз көлік немесе басқанда нәрсе сатып алмайсыз. Сатып алатыныңыз ол үй. Оған сенімді түрде осы сөйлемді айтып тұр. If I have money, I will buy a flat. Жалпы бірінші типтегі first conditional шартты сөйлеміміз осындай жағдайда қолданылады. First conditionalда сіздерге барынша түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кезекте бізде second conditional past simple мен басталып would, could, might, without toға аяқталады. Яғни біздің екінші типтегі шартты сөйлеміміз осы кезеңге немесе болашаққа қатысты орындалуы мүмкін емес жағдайды көрсетеді. Оны қазір біз мысалдар арқылы түсіндіріп беретін боламыз. If I got sick, I will go to the doctor. Егер мен ауыра алсам, мен дәрігерге баратын едім. Яғни ол адам қазір ауырып тұрған жоқ осы шақта. Егер ауыра алса ғана дәрігерге бара алатындығын айтып тұр. Яғни мүмкін болмай тұрған сөйлемді біз second conditional дейміз. If I had money, I will buy a flat. Егер менде қазір ақша бар болса, мен үй сатып алатын едім. Ода ақша болып тұрған жоқ. Яғни болашақта пәтер алып алмауы мүмкін емес болып тұрған жағдай second conditional болады. You could win it too if you tried harder. Егер сен де барынша тырысқаныңда оны жеңіп шығар едің. Яғни оның әрекет жасамағандығы болып тұр. Мүмкін емес болған сөйлем. If I were you, I would use this promo code in summer. Егер мен сенің орныңда болғанымда, осы жаздың аяғына дейін қолдануға болатын промокодты қолданып қалар едім. Бірақ ол оның орнында бола алмайды. Мүмкін емес болып тұрған сөйлем осылай болады. Ол оның орнында болып, оның промокодтарын пайдалана алмайды. Бұл бізде second conditional. If she were you, she would go to that party. Егер ол сенің орнында болса, ол кешке баратын еді. Ол оның орнында бола алмайды. Болған күннің өзінде ол кешке бара алмайды. Осындай сөйлемдер бізде second conditional. Сіздерге екінші типтегі шартты сөйлемде түсінікті болды ма? Егер түсінікті болған болса, бізде кезекті conditional ол third conditional, яғни үшінші типтегі шартты сөйлемдер. Біз бұл сөйлемді қалай қолданамыз? Өткен кезеңге қатысты орындалуы мүмкін емес жағдайды көрсеткенде қолданамыз. Яғни біз second conditionalда осы жақтағы немесе болашақтағы істеліне алмайтын іс-әрекетті айтсақ, third conditionalда біз өткен кезеңде болып қойған кездегі мүмкін емес жағдайды көрсету барысында қолданамыз. Және де бұндай сөйлемдерді қазақ тіліне аударғанда екінші сөйлемдердегі типтегі сөйлемге ұқсас аударылады. Ал оны біз ажырату үшін қазір сіздерге салыстырмалы түрдегі мысалдарды келтіретін боламыз. If I had been sick, I would have gone to the doctor. Егер мен сол кезде ауыра қалғанда дәрігерге баратын едім. Яғни өткен шақтағы. Бұрын мен ауырғанымда барар едім. Ол бармаған және де оның өткен шақтағы мүмкін емес болып тұрған сөйлемі
осылай жасалады. If you had made this video earlier, you would have learned this rule. Егер мен бұл видеоны ертерек жасағанымда, сіздер бұл уақытта бұл ережені жаттап алған болатын едіңіздер. Бірақ мен бұрын видеоны түсірмедім, және сіздер бұл ережені жаттамадыңыздар. Бұл жай ғана менің қиялымдағы сөйлем. Яғни біздің қиялымыздағы бұрын өтіп кеткен алдағы уақытта істей алынбайтын сөйлемді біз осы third conditional арқылы жасайтын боламыз. If I had money last year, I would have bought a flat. Егер менде былтыр ақша болғанда, мен үй сатып алған болар едім. Яғни былтыр ода ақша да болған жоқ және үйді де сатып ала алмады. Ол бұның жай ғана қиялындағы әңгіме. Яғни third conditional арқылы жасалған әңгіме. If the weather had been nice yesterday, we would have gone to the zoo. Егер кеше ауа райы жақсы болғанда, біз зоопаркке баратын едік. Яғни өткен күндегі ауа райының нашар болғандығымен, ол жаққа бара алмағандығы мүмкін емес сөйлемді шығарып тұр. Third conditionalды біз осындай сөйлемдер арқылы жасайтын боламыз. Жалпы біздің шартты сөйлемдердің нақты ережесі, олардың мысалдары барлығы түсінікті болды деген ойдамыз. Ендеше тағы бір соларды қайталап шығамыз. Ендеше кеттік. Zero conditional бізде нөлдік типтегі шартты сөйлем. If I get sick, I go to the doctor. Егер мен ауыра қалсам, міндетті түрде дәрігерге барамын. Яғни сенімді түрде болашақтағы іс-әрекетке қолданылатын сөйлем бізде zero conditional арқылы жасалады. Келесі first conditional. If I get sick, I will go to the doctor. Will сөзі арқылы болашақты айтып тұр. Егер мен болашақта ауыра қалсам, дәрігерге барамын. Яғни ауырған жағдайында дәрігерге баратындығы жайлы айтылып тұр. Ал second conditional екінші типтегі шартты сөйлемде біз мүмкін емес жағдайды айтатын кезде қолданамыз дедік. If I got sick, I will go to the doctor. Егер мен ауыра қалған болсам, дәрігерге баратын едім. Бірақ ол ауырып тұрған жоқ. Ауыра қалса, дәрігерге баратындығы жайлы айтып тұр. Бұл жерде мүмкін емес болмайтын сөйлем арқылы second conditionalдың осы сөзі арқылы жасалады. Келесі third conditional өткен шақ арқылы жасалады дедік. If I had been sick, I will have gone to the doctor. Егер мен сол жолы ауырып қалғанымда, дәрігерге барып көрінетін едім. Бірақ ол кезде ауырып қалған жоқ, сондықтан да ол дәрігерге барған да жоқ. Осы third conditional арқылы біз өткен шақтағы іс-әрекетті жасағанда айтылатын немесе адамның қиялы арқылы, өзінің ойы арқылы қана іске асырылатын сөйлемдер жасалатын болады. Жалпылама ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің анықтамалары осылай болды. Егер біздің бүгінгі видео сабағымыз сіздерге пайдалы болып ұнаған болса, біздің арнамызға тіркеліп, комментарий жазып, бізді қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолғы сабақта кездескенше. Goodbye.